Сәлеметсіздер ме? Қалайларыңыз қалай? Жақсы деп үміттенемін. Яғни ойдағыдай жоспар бойынша жұмыстарыңыз сәтті өте берсін. Менің қозғайын деп тұрған мәселем қазақша орысша аудармалардың дұрыстығының тексерілуі, маңыздылығы, мекемелерде жалпы әртүрлі салаларда. Алдыңғы менің бейнебаянымды көрсеңіздер, ол жерде мен айтқам, мен 10 жылдық еңбек өтілім бар. Соның ішінде 6,5-7 жылдай мен аудармашы болып істеген. Алайда 11 жылдың ішінде барлық салаларда мен аудармашылық тастамаған. Үйде аударулар жасап, қосымша жұмыстан тыс жасаған. Енді бірінші сала мен істеген ол уран өндірісі. Ол жерде мен істеген кезде алғашқы жұмысым болды. Сол жерде дұрыс аударма өте қажет болды. Біз кеніште жұмыс істеп, яғни рудникте, Казатомпромның оңтүстік Қазақстандағы Созақ ауданында істеп, сол кезде бүкіл құжаттарды аудардық, қазақша, орысша, орысша, қазақша. Яғни құжат қазақша келеді. Біздің басшымыз Мәскеудің тұрғыны, яғни Ресей азаматы, орыс болды. Оған орысша аударып беремін. Сосын ол орысша жауап береді, оны мемлекеттік мекемеге жауабын қазақша жіберемін. Содан кейін 2009-2010-да істеп, 2011-де мен жарнамаға кірдім. Ол жерде мен хатшы болдым және аудармашы. Ол жерде неше істедім? 3-4 ай істедім. Әрине хатшылық пен аудармашылықты бірге алып жүру өте оңай емес. Және ол жерде хатшы қайнатпалы кофені бастыққа дайындап беретін болдым мен. Бірақ жақсы жері, егерде шұғыл аударма болатын болса, кофені басқа бір қызметкерлер маған көмектесіп қайнатып беретін бастыққа. Сол жерде шынайы нақты аударма талап етілді. Одан кейін жұмыспен қамту орталығы ашылды, Қазақстан бойынша орталықтары. Ол жерде де біз екі тілде жасадық ақпаратты. Мен жұмыспен қамту департаментінде істедім, оңтүстік Қазақстан облысы бойынша. Яғни біз орталықтың атынан сол департаментте көмекші ретінде сонда іс-сапар ретінде жұмыс істедік. Сол кезде онда да екі тіл қазақша аударылған құжат нақты дұрыс аударылу керек еді. Сонда тәжірибе болды. Сосын түріктермен жол құрылысы компаниясында хатшы болып істедім. Онда онша керек емес. Жалпы егер қазақша келсе не туралы, орысша келсе не туралы, соны айтса болды. Келесі жалпы көп жұмыс ауыстырған. Келесі 12-ші жыл болма. Сосын 13-те қайтадан жұмыспен қамту орталығынан шығып, қайтадан түріктерге, сосын түріктерге қайтадан жұмыспен орталығына кірдім. Ол жерде 2-3 жылдай жұмыс істедім. Ол жерде аналитика және мониторингілеу бөлімінде жұмыс істедім. Ол жерде біз есеппен айналысатын тұғыз. Күнделікті база бойынша
жұмыссыздардың саны, өзімен қамтылған санды әлеуметтік жұмыс орындары, жаңағы бүкіл жұмыс бойынша есепті істеп отырдық, және ай сайын департаментке тапсырып отырдық. Ол кезде тіл білімі қажет болды, Кейінгі 15 сосын ол жерде бізде ол жерден кетуге тура келді. Сосын 16 жылы менталдық арифметика орталығы ашылып, Орал қаласының отбасы, Орал қаласындағы бөлімшесінің осы Шымкент қаласында, оның бәрі Шымкентте айтпақшы, қаласындағы бөлімшесін ашты. Сол жерде екі тілді білу керек болды. Қазір білмеймін. Кейсалық орталығына жұмысқа кірдім, оператор болып. Онда тіпті ағылшын тілін білу керек болды. Бірақ айтарлықтай аударма керек емес еді, бірақ екі тілді жақсы білу керек. Енді кейін 17 жылы осы жалпы менде екі білім бар ғой, бастауыш сынып мұғалімі. Бірақ мектепте істемеген тәжірибем жоқ, және экономист. Онда да тәжірибем жоқ, оны сыртта екінші жоғары білім болып табылады. Оны мемлекеттік жұмысқа кірем деген ниетпен оқыған болатын, анамның нұсқауы бойынша. Өйткені анам өмірінің көп бөлігін бар уақытын десек те болады, мемлекеттік қызметте атқарған. Өйткені онда тұрақтылық бар деп есептейтін. Бірақ мен олай ойламаймын. Ол басқа сұрақ тіпті де болмады дейді. Сосын мен екі жоғары білім бар болғандықтан менде өз біліммен жұмысқа кіргім келді. Ал бізде Шымкентте өкінішке орай, енді әркімнің мүмкін бағына қарай шығар, жол болуына қарай ма, сәтті түсуіне орай ма, жоқ. Бір белгілі бір себептермен кіріп кетсең кірдің, кірмесең жұмыс жүресің көп. Ол таңдалған мамандыққа қарай ма деп ойладым мен. Өзің қызықпаған мамандықты оқысаң, ары қарай жұмыс істегің де келмейді, немесе ауыстыра бересің деп ойладым. Бірақ та көп адамдар, яғни қыздар әсіресе, мұғалімдік филологиялық мамандықты бітіреді. Филология, гуманитарлық мамандықты бітіріп, мемлекеттік қызметте немесе басқа да бір қызметтерде басшылық, жетекші, бас маман қызметтерін атқарып отыр. Сондықтан білмеймін, мүмкін менікі сондай шығар. Сөйтіп 2017 жылы мен Астанаға келем көштім. Ол мәселе де үлкен әңгіме, жалпы, бірақ қысқаша айтатын болсақ, мен 2010-да еңбек демалысына келем. Сол уақытта мен жұмыс істеген кезде сосын маған ұнап қалады, бірақ мен келем деп ойламаймын. Сосын 2013-те сыныптасының тойына шақырады, соған келем. Содан бастап 13, 14, 15 жылдары Астанаға жыл сайын келіп, жазда жұмыс іздеймін. Сосын табылмаған соң үйге қайтатын. Бірақ оның ішкі түпкі себебі, мен қазір көріп отырмын да, психологиялық жағынан, өзімді дамыту жағынан, көп өзіме жұмыс жасау жағынан ойланған кезде үйді жібермейді екен. Туған үйді, туған жерді, қаланы деген сияқты оңай емес қой, қиын. Сосын сол кейін
13-те біз мен Динара Сатжанның статус кво деген бағдарламасын көремін. Сонда Қазақстан Астана экспоны туады. Сосын мен ойлап қоямын, ойлаған есімде, бірақ есімнен шығып кетті жалпы. Мен ағылшын тілін білсем, разговорный, сөйлесек. Мен сонда жұмысқа алатын шығар, барсам күшті болатын еді. Жалпы сол дөңгелек шарик істей аламын екен, істей алмаймын екен. Жоқ, ол жалпы қиял ғажайып фигурама деп ойлайтын тұғым. Сосын 2017 жылы үйдегі төтенше жағдайларға байланысты келдім қайтадан. Бірақ уже үміттенбедім. Жай келдім, іздедім. Қасымда жақсы бір қыз болды. Қанша теңге керек, қанша ақша, қай жерде, қай районда туылса болады, бәрін де саралап. Сөйтіп келдім. Сосын кейін адамдар сұраған кезде, жаңағы экспоға бардым ба, сол кезде есіме түсті. Мен армандаған екенмін ғой, есіме шығып кетті ғой. Сол кезде көзім жетті, армандар бәрі орындалады. Сол басқа жаққа отырып кеттік. Кешірім сұраймын. Қазір енді келесі біз 2017 келдік па? 2017-те мен құқық қорғау саласында сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметте жұмысқа орналасам. Онда нақты аударма керек болды. Яғни қазақша өте қатты сыналды. Яғни егерде құжат дұрыс аударылмаса, оны қайта жіберетін еді. Онда көп істеген жоқпын. Бір жылдай, 8 айдай істедім. Сосын ол жерде шығуға тура келді. Айлық аз еді, мен айлық көп жұмыс іздеген едім. Сосын жұмыс жағдайлары туралы бөлек бейнебаян түсірем. Неге жұмыстан шыға бердім, ауыстыра бердім деген сияқты. Бірақ Астанада жалпы ондай не жоқ екен. Яғни сен ауыстырсаң, онда тұрған ештеңе жоқ. Өйткені адамдар жақсы жерде жұмыс істегісі келеді, жақсы табыс келеді, және жұмыс көп. Сосын 2017-те мен 17-18 деймін, 18-ге жол саласына ауысам, айлығы көп жерге. Онда да бір көп істемеймін. Ол жерде кеңседе бас маман болып істейсің. Аудармаға жауап бересің, аударасың құжаттарды, сосын кіріс шығыс құжаттар, сосын хаттамалар жиналысын, хаттамаларын жүргізесің, орындауын, сосын бұйрықтар жаңағы бүкіл құжаттарды бәрін электрондық құжат айналым бағдарламасына саласың, орындалуын, орындаушылармен оны тексересің, сондай. Және онда расымен де бір құжат кейде жарты парақ болады, кейде бір парақ, көбінесе 2-3 парақ болады. Онда да құжаттар премьер-министрге, жаңағы президент әкімшілігіне сол жаққа кетеді. Егер де құжат дұрыс емес болатын болса, қайтарып береді. Өте қалай айтсам екен, ауыр жұмыс болды онда. Жеңіл жұмыс жоқ, бірақ сонда да. Яғни сен біреуге құжатты жылдам тіркеу керек, біреуге жіберу керек, біреуге жаңағы әртүрлі. Біреу хаттама дейді. Бірақ соның арасында бүкіл бәрінің маңыздысы ол аударма, әрине. Соны жылдам жасамағандықтан көп ұрыстар болған. Бірақ бір адам физикалық түрде үлгермейді да. Кешірім сұраймын қазір. Жолды жасап отыр екен. Сосын ол жерде 4 аяқ
4 ай ма жоқ қысқа дейін істедім 5 ай ма. Сосын ауруханаға медицина саласына жұмысқа кірдім. Онда кадр қызметінде кабинетінде отырасың және сонда саналасында есептелесің. Ал бірақ және олардың жұмысына көмектеспесең сен жеке аудармашы ретінде оларға керек емес. Тисе береді, жаңағыдай жұмысын істеткізбейді. Бірақ барынша көмектесең де бәрібір сенің кем тұстарыңды іздеп отырады. Енді былай жамандаған емес, просто ең несін айтатырмын да мен. Ал аударатын құжаттар өте көп еді. Ол жерде де нақты аударған қажет еді, өйткені біз министрлікке, денсаулық сақтау министрлігі, қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына жіберіп отырдық. Онда да көп істеген жоқпын. Сосын тағы жер бар еді. Ауруханадан кейін 18-19 көп жұмыс іздеп жүрмін да, сосын 20-ші жылы жұмыспен қамту орталығында қоғамдық жұмыстар деген бар. Ол көмекші ретінде. Айлығы ең аз айлық есептік көрсеткіш ретінде есептелінеді. Қолға шамамен 60-70 баласында. Сол жерде жалпы ондай қоғамдық жұмыстар 2 рет келген кезде 17-ші жылы, сосын 18-де ауруханаға дейін, сосын 20-ші жылға 19-20-ға сол істедім. Сосын ол жерден кетсең, онда стаж жүрмейді еңбек өтілі. Бірақ қандай да бір ақшада. Сөйтіп неге кірдім мен? Ревизионный комиссия Астана қаласында. Онда айлығы қанша болды? 50 мың ба, 60 мың ба, сондай аудармашы ретінде. Онда бір ай істедім. Онда айлық аз болғанмен қосымша аудармалар болады. Сол қосымша айлық ретінде төленеді, бірақ басқа жұмыста болды. Сол бірақ ревизиялық комиссияда, тексеру комиссиясы қалаша. Маған бір жігіт сол жерде отырған аударманы қалай жақсы және сапалы істеуді үйретті. Соған алғысым шексіз, аты Ерлан. Сөйтіп айлығы көп жұмысқа кірдім. Ол ғарыш саласы болды. Онда 2 адамның жұмысын жасау керек болды. Әр құжат 2, 4, 5 парақтан болды. Кем дегенде 3 парақ. Сондықтан онда аударманы жақсы дұрыс аударылу өте тексерілді. Сол 20-ші жыл как раз пандемия болды, коронавирус. Сосын тағы естен шығып кетеді екен, жаспыз деп ойлаймыз, жас емессіз уже. Сосын ол жерде декреттік орын болды ғой. Сосын ол жерде де жұмыс өте қиын болды, өйткені көп жерде басты мен түйгенім, бөлім басшысы егер сені жағымпазданып, соны айтқан істеп, өзіңнің жаңағы өзіңді жерге түсіріп, солай үндемей жүргендер ұнайды да. Егер де сәл өзіңді, мінезіңді, пікіріңді айтатын болсаң, ұнамайды. Сосын жұмыс еткізбейді. Тисе береді, сосын. Мен өте шыдамды адаммын жалпы. Мен шыдап, бірақ бір күн жарылсам аз болмайды. Бірақ соның өзінде де
бір жерде тұрақтап қалып істегім келді, бірақ болған жоқ. Сосын Асан да былай айлық көп болған сайын конкуренция, бәсекелестік көп та. Жағдай жақсы адамдар тұрады. Және мысалы бай адамдардың балалары істеген кезде олар жұмыс жасамайды. Қарапайым жаңағы тұрмыс жағдайы төмен дейді, былай орташа солар жұмыс жасайды. Сосын ал жаңағы байдың балаларынан сұрасаң жауап бермейді, сондай да. Ол уақыт алады. Тапсырманың дұрыс және уақытылы орындалуына кедергі тигізеді. Ғарыш саласы 20-шы жылдың аяғына дейін болды. Сосын 21 тоже көп жұмыс істеп қалдым. Сөйтіп 21-де Шымкентке барып келдім, қайтамға деп ойладым. Сосын бірақ мына жердегі өмір сүру ритмімен уже ол жақты салыстыруға келмейді. Сондықтан шілдеде ма, маусымда ма, маусымда ақпараттық технологиялар жаңағы электрондық дүкен жаңағы сайтын аударуға аудармашы ретінде кірем. Керемет жалпы мекеме, үйім, басшысы да керемет, ұстанымы маған ұнаған. Мен бірінші рет көрген директордың пікірі, яғни егерде әрбір маманның проблемасы ол менің проблемам дейтін. Яғни бірдеңке жетіспей ма, мен оған көмектесу керекпін дейді. Яғни адамның назары жұмыстан басқа ештеңеге бөлінбеу керек деген. Дұрыс деп ойлаймын бір жағынан. Сондықтан ол жерде айлық жақсы болды, демалыссыз жұмыс істеуге болады. Ол төленеді. Ол жерде де бәрі жақсы болды, бірақ тоже үндемеу керек, өз пікірімді айтпау керек. Сондай, сосын байқаған кешестер жастарды алып, жастар өйткені қалай университет бітіреді, олар сөйлемейді, олар ақша алса болды. Нелерін айтпайды, ойларын. Біз уже 40-қа жақындап қалған мамандар уже сөйлеп бастаймыз ғой, оңамайды ешкімге. Сонда қандай маман керек деген ой келеді ғой. Сосын тағы не? Ол жерден кеттім. Неге? Өйткені басқа сөйлеп келіп қалдық. Сондай бір жағдай болды. Шыдап, сосын шыдам таусылған кезде. Бірақ байқағаным, менен басқа қызметкерлер де аударады екен. Және қате, оны ешкім тексермейді да, солай кете береді. Соған жыным келді. Яғни ол қалай сонда? Сонда нақты аудармашының керек емес болғаны. Таңғалдым. Бірақ ештеңе таңғалмадым жалпы. Сосын 21 сол кезде Бурабайға бармай айтпақшы. Онда рахмет айтамын. Сосын 21 одан кеттім. 22-де өткен жылы жалпы өте қиын болды. 22-де не істегенімді ұмытып қалдым ғой. Оның арасында репетитор болдым. Қазақ тілінен оқушыларға және үлкен ересектерге деймін. Сол
тек былай мемлекеттік нелер болмаса былай аса қажет емес екен. Сондықтан ал оның тиісті деңгейде болуына уақыт керек шығар деген ой түйдім. Сол айтайын дегенім сол. Аман болайық, тіліміз дами берсін. Солай тілдің дұрыс аударылу мәселесі орынға қойылар. Сосын тағы бір мәселе, ол жарнамалар, маңдайшалар, мысалы кафе, мейрамхана, дәріхана, оқу орталығы деген сияқты сол жердегі қазақ тілінің аудармалары ол өте мен қозғап жүрген тақырыптардың бірі. Ол да өз не дейді, сабасына түсіп дұрыс жөнге келер деп ойлаймын. Сол жақсы, сау болыңыздар.